Екінші тоқсанға арналған тоқсандық жиынтық бағалау тапсырмалары. Барлығы 9 тапсырма. Бірінші тапсырмада берілгені ішкі энергияның өзгерісі 20 килоджоуль, ал сыртқы күштерге қарсы газ 12 килоджоуль жұмыс істесе, газға берілген жылу мөлшері қандай деп 5 жауап берілген. Бұл 5 жауаптың дұрыс жауабын табу үшін біз берілгенін жазып, есепті шығаруымыз қажет. Бұл жерде ішкі энергияны дельта У деп аламыз, 20 килоджоуль. Сыртқа қарсы жұмыс А 12 килоджоуль және берілген газға берілген жылу мөлшерін табуымыз керек Q-ды. Біз килоджоульдің бәрін джоульға айналдырып аламыз, сондықтан халықаралық бірліктер жүйесін қолданамыз. 20 көбейтілген 3 дәрежесі джоуль, 12 көбейтілген 3 дәрежесі джоуль болады. Енді шешуінде біз термодинамиканың бірінші заңын қолданамыз. Q тең дельта U қосу А. Осы жерге мәндерін қоямыз. 20 көбейтілген 3 дәрежесі джоуль, қосылған 12 көбейтілген 3 дәрежесі джоуль тең 20-ға 12-ні қоссақ 32 көбейтілген 3 дәрежесі джоуль. Немесе 13 дәрежесі деп тұрамыз. Килоны беріп, сондықтан 32 килоджоуль деп жазсақ та болады екен. Бұл жағдайда дұрыс жауабы 32 килоджоуль. Екінші тапсырмада төмендегі суретте жылы суы бар стаканға мұз салынған. Мұз үстіңгі жағында тұр, стаканның су төменгі жағында. Енді А жағдайында берілген кестеден шындық болатын тұжырымды белгіле. Бірінші жылу мұздан суға беріледі, жылу судан мұзға беріледі. Бұл жағдайда А жағдайында сын болатын тұжырым жылу мұздан суға беріледі. Бұл шындық. Енді бұл жағдайында жоғарыдағы суретті термодинамиканың екінші заңы тұрғысынан сипаттап жазыңыз деген. Бұл жағдайда сипаттап жазатын болсақ, бұл жағдайында жылу температурасы жоғарғы денеден температурасы салқынырақ денеге беріледі. Үшінші тапсырмада төмендегі суретте жылу қозғалтқыш берілген. Ар суретті сипаттап жаз дейді. Бұл жағдайында екінші бұл суретті сипаттап жаз деген. Енді бұл жылу қозғалтқышы 1-2 деген клапандары беріп тұр. Бірінші клапан ену клапаны, екінші клапан шығару клапаны бұл жерде көрсетілген. Олай болса, 3-те бірінші тапсырманы А жауабында бірінші клапан жабылады. А жағдайында екінші ашылып, оған ауа енеді. Екінші жағдайда В жағдайында екі клапанда жабылып, ауа тұтанады. Үшінші тапсырманың 3-те 2-сінде жылу қозғалтқышы 28% тиімділікпен жұмыс істейді. Ол 3,6 көбейтілген 4 дәрежесі джоуль жылу шығарады. С жағдайында жылу қозғалтқыштың атқаратын жұмысын есепте. Д жағдайында пайдалы әрекет коэффициентінің мәнін арту жолын ұсыныңыз. Бұл үшін біз берілген жазып аламыз. Это тең 28%, оны біз ондық бөлшекке айналдыратын болсақ 0,28. Q тең бізде 3,6 көбейтілген 4 дәрежесі джоуль және ішкі энергия дельта U тең 20 килоджоуль. Сондықтан да біз жұмысты табуымыз керек. Это тең бізде Q бөлінген А. Бұл жерден А жұмыс табатын болсақ, это көбейтілген Q. Осы жерде жұмысты есептейміз. 0,28 көбейтілген 0,6 көбейтілген 4 дәрежесі. Бұл жағдайда екеуінің көбейтіндісі бізге 1,8 береді және көбейтілген 4 дәрежесі джоуль. Немесе бұл жағдайда жазамыз жауабы 1,8 көбейтілген 4 дәрежесі джоульге. Енді Д жағдайына жауап беретін болсақ, бізде пайдалы әрекет коэффициентінің мәнін арту жолын ұсыныңыз дейді. Бөлініп шығатын жылу мөлшері аз, атқарылатын жұмыс көп болу үшін пайдалы әрекет коэффициентінің мәні жоғары болу керек. Төртінші тапсырмада тәжірибеде пластикалық таяқшаны матаға үйкеді. А жағдайында қай суретте пластикалық таяқша бойымен электрондар қозғалады. Бұл жағдайында матаға заряд таңбасын көрсетті матаның. Енді бізде 4 жағдайы көрсетілген А, В, С, Д. Біз осыған қарай отырып, А бөлігіне жауап беретін болсақ, үйкеліс кезінде электрондар матадан пластикалық таяқшаға ауысады. Бұл жағдайда бізде С және Д суреттері. С суретте, ал Д суретте электрондардың таяқшадан матаға қарай қозғалысын көруімізге болады.
Олай болса электрондар таяқшаның бойымен ауысады екен. Енді в жағдайындағы матаның зарядын анықта десе, бұл жағдайда матаның заряды оң заряд болады. 5-ші тапсырмада +4 Q және +2 Q зарядтары бар бірдей металл шарларды бір-біріне тиістіріп бұрынғы орнына қайта қойса, А жағдайында ажыратқаннан кейінгі заряд шамасының мәндері қаншаға тең? Бұл жағдайда егер осы зарядтардың таңбасы -4 Q және +2 Q болса, түйістіріп қайта ажыратқаннан кейінгі заряд шамасының мәндері қандай деп тұр. Біз А жағдайын қарасатын болсақ, біз Q1 деп алайық. Бірінші +4 Q заряд, екінші +2 Q заряд. Оларды бірдей металл шарларды бір-біріне тиістірген кезде олардың зарядтары қосылады. Сол кезде бізде +6 Q болады. Және қайтадан орнына апарып қойған кезде олар қайтадан 2-ге бөлінеді екен. Сондықтан да біз Q жалпы тең Q1 қосу Q2. +4 Q қосылған +2 Q бізге +6 Q-ді береді, 6 зарядты. Және олар 2-ге қайтадан орнына апарған кезде 2-ге бөлініп кетеді. Сондықтан да Q ажыратқан кездегі дельта 6 +6 Q бөлінген 2 бұл жерде +3 Q-ді береді екен. Енді екінші жағдайда, бұл жағдайда егер осы зарядтардың таңбасы -4 Q және +2 Q болса, түйістіріп қайта ажыратқаннан кейін зарядтардың шамасының мәндері қандай болады дейді. Бұл жағдайда -4 Q +2 Q. Бұл жағдайда біз зарядтарды түйістірген кезде олардың зарядтары қосылады да -2 Q болады. Және олар ажыратқаннан кейін қайтадан зарядтар 2-ге бөлініп кетеді. Сонда -2 Q-ді 2-ге бөлетін болсам, -1 Q деген заряд қалады екен. 6-шы тапсырмада келесі суретте Q шамасының таңбасын анықтап, бос орынға жаз дейді. Бірінші жағдайда Q теріс заряд еніп жатыр. Өйткені біз қарасақ, стрелкалары ішке қарай еніп жатыр. Екінші жағдайда В оң заряд шығады және ол теріс зарядқа барып не алады? Енеді. Сондықтан да еніп жатқан кезде ол теріс заряд, ал шығып жатқан кезде оң заряд болып табылады. 7-ші тапсырмада вакуумде 2 нүктелік 3/10 шек дәрежесі және 5/10 шек дәрежесі кулонға тең 2 заряд 14/10 дәрежесі ньютон күшпен тебілу үшін оларды қандай қажетті қашықтықта орналастыру қажет? Бұл жерде К коэффициенті берілген, 9/9 дәрежесі ньютон кубке метр квадрат бөлінген кулон квадрат берілген, жазып аламыз. Және бізге R қашықтықты табу керек. Кулон заңының формуласын қолданамыз. Бұл жерде F тең K көбілген Q1 Q2-ның абсолют мәні бөлінген R квадрат. Осы жерден бізге керегі R болғандықтан R квадратты өрнектейміз. Сонда R квадрат тең K көбілген Q1 Q2-ның абсолют шамасы бөлінген F-қа. Бізге R квадрат емес, R-дің өзі керек болғандықтан дәрежені түбірмен алмастырамыз. Және орнына мәндерін қойып есептейміз. Сонда бізде 9/9 дәрежесі ньютон бөлінген метр квадрат бөлінген кулон квадрат көбілген. Бұл жерде 3/10 шек дәрежесі кулон және 5/10 шек дәрежесі бөлімінде 14/3 дәрежесі ньютон. Бұны есептеп келіп, көбейтіп және бөлетін болсақ, бізде ең соңында R-дің мәні түбірасында 96/4/10 дәрежесі болады. Бұл жерден біз түбірден шығаратын болсақ, 9/82/10 дәрежесі метр. Немесе R қашықтығымыз 9/82/10 дәрежесі метр немесе 0,982 миллиметрге тең екен. 8-ші тапсырмада берілген 2 нанокулон заряд орналасқан нүктедегі электр өрісінің кернеулігі 10 вольт бөлінген метр. Зарядқа әрекет етуші күштің мәнін анықтаңыз. Берілген жазып аламыз. Бұл жерде біз F күшті табуымыз керек және 2 зарядымыз 2 нанокулон болғандықтан оны халықаралық вектор жүйесінде кулон түріне келтіріп жазамыз. Сонда 2/10 дәрежесі кулон болады. Бұл жағдайда электр өрісінің кернеулігінің формуласын қолданамыз. E тең F бөлінген Q және осы формулада F табатын болсақ, F тең E/Q-ға орнына мәндерін қойып есептейміз. Сонда бізде 20/10 дәрежесі ньютон шығады екен. Немесе оны 20 нано ньютон деп жазсақ та болады.